саламатсыздар оқушылар. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сабағымыздың мақсатын айқындап алайық. Бірінші, алдыға артқа домалау техникасын жасап, акробатикалық комбинацияны үйренеміз. Екінші, үйлестіру, икемділік, ептілік, дамыту қасиеттерін қайталаймыз. Үшінші, еңбек сүйгіштікті тәртіптілікке, жауапкершілікке тәрбиелеуге мақсат етеді. Қауіпсіздік ережесі. Дене шынықтыру сабағының ең басты қағидасы қауіпсіздік ережесін білу және сақтау. Бірінші, спорттық киім кию. Екінші, алдыға артқа домалау кезінде жұмсақ серіппелі еңкейіп қоныңыз. Үшінші, жаттығуды ағыммен орындалған кезде жеткілікті аралықты сақтаңыз. Төртінші, сабақ кезінде қолдарыңыз немесе басқа бұлшық еттеріңіз ауырса, немесе өзіңізді нашар сезінсеңіз, сабақты бірден тоқтатыңыз. Құрметті оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын денемізді толығымен қыздырынып, жалпы дамыту жаттығуларын жасайық. Оқушылар, жалпы дамыту жаттығуларын бастайық. Бізде бірінші басты айналдыру. Қолымызды берге қоямыз, аяғымызды деңгейінде басты солға түртіріп, оңға түртіп айландырамыз. Сол жақтан бастаймыз. Кет. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жоғарамыз. Қолымызды иыққа қоямыз, алдыға екісін, артқа екісін айналдырамыз, алтынан бастаймыз. Кет. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Сол қолымыз белде, оң қолымыз жоғарда, солға 2 рет, оңға 2 рет келеміз. Сол жақтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Доғарамыз. Ек қолымыз алдыға екісен, жағым екісен кетіп бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Доғарамыз. Оң қол жоғарда, сол қол төмен екі санға сермейміз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Доғарамыз. Ек қолымыз берде, беліміз солға түртіп, оңға түртіп айландырамыз, сол жақтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Доғарамыз. Аяғымызды ектен кейінді ашамыз. Оң қолымыз сол аяққа, сол қолымызды сол аяққа тигіземіз. Кет. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Доғарамыз. Екі аяғымызды қосамыз. Солға түртіп, оңға түртіп айландырамыз, сол жақтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Доғарамыз. Қолдың аяқтың білезігін айналдырамыз, сол аяқтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Акробатиканың қаншалықты денсаулыққа пайдалы екенін айта кетейік. Ол буындардың бекімуіне, жүрек бұлшық етінің мықты болуына жәрдемдесіп, баланың иммун жүйесіне оң әсер етеді. Құрметті оқушылар, акробатикалық алдыға артқа домалау жаттығуларын жасамас бұрын техникасын көрсетіп кетейін. Гимнастикалық төсеніште жасалынады. Екі аяғымыз иық деңгейінде тұрады. Сәл бүгулі боламыз. Екі қолымызды гимнастикалық төсенішке тіреміз. Алға қарай айналған кезде сәл мойнымыз иілулі болады. Жауырынымызбен түсіп, аяқпен серпініп итерілеміз. Түскен кезде екі аяғымыз, қолымыз жинақы болуы керек. Есіңізде болсын, алдыға айналу кезінде сіз маңдайыңызбен немесе төбеңізбен тірелуге болмайды. Басыңызды еп, жауырыныңызды гимнастикалық төсенішке тигізу керек.
Түзу денені ешбір жолмен бұрау мүмкін емес. Арқаны дөңгелетіп алдыға айналып, болған соң тізені қолыңызбен мықты ұстау керек. Алдыға айналу барысында қолдар тірек функциясын орындайды. Ал аяқтарыңызбен дене салмағын алға қарай жылжыта отырып сәл итеріңіз. Құрметті оқушылар, акробатикалық артқа домалау жаттығуын орындамас бұрын бастапқы қалыпқа тұрамыз. Аяғымыз екі деңгейінде болады. Аяғымыз бүгулі, жауырынымызды арқаға гимнастикалық төсенішке тигізе отыра, қолымызды серпіне айналамыз. Жинақы қалыпқа тұрамыз. Есіңізде болсын, тізені бүгіп отыру қалпында қолдарды сәл алға қойып, дене салмағын қолға беру. Содан кейін қолдарыңызбен итеріп, денеңізді жинақтай отырып, тез артқа айналдырыңыз. Артқа айналу кезінде жауырын төсенішке тиіп, қолды иықтың артына қойып, оларға сүйенеді. Басыңызды еңкейтіп, аяқтарыңыз бүгулі күйде бастапқы қалыпқа түсіңіз. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай отырып, осы 4 сұрақ тапсырмасын орындайық. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауабымен салыстырайық. Акробатика жаттығулардың пайдасы. Баланың толық иммун жүйесіне пайдалы. Акробатика жаттығулар бұл жаттығулар тепе-теңдікті сақтауға байланысты. Акробатикалық жаттығулар қандай жеке қасиеттер жаттықтырады? Дененің сымбаттылығын. Акробатикалық алдыға артқа домалау жаттығуларының негізгі қателігі. Баспен төсенішке тірелу. Біздің бақытты болуымыз денсаулығымызға байланысты. Олай болса, салауатты өмір салтын ұстанайық. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.